Баршаңызға сәлем. Кесек жеудің пайдасы бар ма? Африкалықтардың 80% әлі күнге құрамында топырағы бар тағамдар жесе, Индонезияда асқа кірпіш пен топырақ пайдаланады. Бүгінгі медицина топырақтың адам ағзасына пайдасы барын айтады. Асқазанға түскен топырақ түрлі паразиттерден қорғайды. Индонезиядағы Табан ауылында топырақ пен кірпіштен тіске басар дайраланады. Топырақты асқа пайдаланудың ресми рецепті жоқ. Бірақ олар топырақты ұрғылап езіп алады. Содан соң нығыздап бір ыдысқа салады. Оны күйдіреді. Ас дайын. Бұл әдіс ампо деп аталады. Медицинада дәлелденбеген болса да, жергілікті тұрғындар арасында қара топырақ жеу аяғы ауыр әйелдерге пайдалы дейді. Айтуларынша болашақ нәрестенің бет әлпеті әдемі болады. Кесек жеуді ғылымда геофагия деп атайды. Мамандар топырақтың құрамында болатын кремнийдің микроэлементтерге өте бай екенін айтады. Қанша пайдалы болса да, қазір қан аздық, бауырдағы құрт пен бүйректегі құмның жиналуы көптеп кезігеді. Мұның бәрі кесекті жеудің салдары. Кесек жеуден құтылу үшін не істеу керек? Дәрігерлердің бірнеше себеппен түсіндіреді. Бірі дәріханаларда тұратын кальций глуконатын жеуді ұсынса, екіншісі ағзадағы жетпей тұрған кальцийдің орнын алмастыратын өнімді жеуге кеңес береді. Кесектің құрамында түрлі паразиттер болады. Қанша дегенімен ол топырақ белгілі тексеруден өтпеген, тазартылмаған. Кесектегі паразит адам ағзасына түскен соң дамиды, үлкейеді.